Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз оп-оңай жасалатын кек жасайтын боламыз. Өте дәмді және ең бастысы өте арзанға шығады. Ең алдымен бізге 3 дана жұмыртқа және қант қажет. Жақсылап миксерлеп болған соң 150 грамм сүт және 1 шай қасық қантты қосып миксерлейтін боламыз. Барлығы миксерлеп болған соң ұнды қосамыз. Ұнды қосқанда бірден барлығын қосуға болмайды, себебі көтерілмей қалатын қаупі бар. Ұнды видеода көріп тұрғандарыңыздай 3 бөлікке бөліп миксерлейтін боламыз. Араластырып болған соң сливочный масло, яғни майонезді қосып, барлығын бірге миксерлейтін боламыз. Миксерлеп болған соң салмасына мейізімізді саламыз. Мейіз салған соң миксерлеуге болмайды, тек силиконды таяқшамен ғана қозғауымыз қажет. Менде осындай многоразовый ыдыстар кек жасағанға өте тиімді. Осылай салмамызды ыдысқа толтырмай салып аламыз. Және де барлығын осылай толтырып болған соң пешке 20-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Егер де сізде үйіңізде блендер болатын болса, үй жағдайында сахарный пудра жасауымызға болады. Ең алдымен 70 грамм қантты алып, осылай үстінен басып блендерлейтін боламыз. Яғни қантымыз ұнтаққа айналғанша блендерлейміз. Видеода көрсетілгендей. Міне біздің пышный әдемі кексіміз дайын. Бетіне сахарный пудра себілді. Достар, бұл өте дәмді, ең бастысы өте арзанға шығады. Жасап көріңіздер, бұл менің оригинал рецепттерімнің бірі. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте күшті рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Әсем. Назарларыңызға рахмет.